Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бір айта кететін жағдай, мына ауылдың белсенділері, мен Маңғыстаудамын. Белсенділер манағы газ мекемесі бар ғой, газ аймақ дейді, газ РЦКУ дейді. Халықтан ақша жинайды, коэффициент қосады. Солардың манағы несін тапқан ғой. Мана бізде де белсенділердің ішінде өзі арнайы мамандар бар ғой. Солар манағы дұрыс емес жерін тауып, соны халықтан қол жинап, мана делдалдарды азайту үшін қол жиналды. Енді Астанаға кетіп баратыр. Сол белсенділер манағы барып, арызды қол жиналған қолды тапсырып, сол жақтан шешіп келуге. Біз Маңғыстаудан шеше алмайды екен. Кездесу болды, талай шеше алмайтындарын айтты. Енді бұл жерде мәселе, халықтар 500 теңгеден ақша жинап айтып жолға жол күрей беріп жатыр да, енді шығарып салып жатыр деген сияқты. Енді бұл жерде айта кететін жағдай былай да, қоғамдық кеңес, депутат, мәслихат депутаты дегендер неғып жүр? Түсінбедім. Значок тағып алады, мандат қалтада. Халық қалаулылары дейтін аты бар, жүреді да. Халықтармен бірге бір WhatsApp'та отыра алмайды группада. Сұрақ жауап деген жоқ. Сосын кілең бизнесмендер, мектеп директорлері, мекеме директорлері, басшылары, солар болғанда, но дейтін сыбайластықтың шыңы ғой. Халықтар не істеп жатыр, олар не істеп жатыр? Олар бірін-бірі марапаттайтын топ құрып алып, әйтеуір бір праздниктерде бір-біріне гүл беріп, марапаттап жатады, сыйлық беріп жатады да. Жыл үздігі дейтін атақ алып жатады. Оларған бар бізде дәлелдер көп. Бірақ оны тексеретін орган жоқ. Бұл бір өздері бір топ, бірін-бірі марапаттайтын топ, маңайына белсенді жолатпайды. Осыны қалай шешеміз енді? Тексеріп көрсеңіздер болады. Сол құрылған қоғамдық кеңесімен сол мана мәслихат депутаттарының ішінде простой адам бар ма екен да былай. Кілең бизнесмен, мектеп директор не ғой? Тағы сондай. Соны шешу үшін білмеймін енді қалай шешіледі. Сот арқылы шешіле ма? Жүреміз ба соттасып, тағы неше жыл жүреміз. Оны қадағалайтын орган неге жоқ, түсініксіз да? Бірін-бірі ана жаққа жақындап кетсең акиматқа, ол жақта бірін-бірі марапаттайтын топтар жүреді. Шанс жоқ. Жылда арыз жазып барады белсенділер, өткізбейді. Депутаттыққа да қоғамдық кеңеске сайлаудың түрін көрдік қой. Сайлауға қатысып көрдік даже. Кандидат болып көрдім өзім. Бәрін көрдім көзіммен. Жастарға құйтырқы әрекет үйретіп жатыр да. Жастарға обал жасап жатыр. Сондай жағдайдамыз қазір. Енді бұны сотқа береміз. Сот не дейді? Оны да көреміз.